ешқашан орындалмайтын түс сияқты болып қалады, арман болып кетеді. Сіздің ниетіңіз шынымен де арықтау болу керек. Барлығын жасау. Сәлем, қайырлы таң, қайырлы күн, қайырлы кеш. Бүгін сіздермен арықтаудың 3 құпиясы жайлы сөйлесетін боламыз. Арықтау мен өмірімдегі ең өзекті, ең қызықты тақырып. Себебі мен өмірімде 3 рет семіз болдым. Я прощаю тебя. Не 3 рет арықтап көрдім. Сондықтан осы уақытта мен маңызды деп санамаған заттар бар. Бірақ осы 3 рет арықтаған кезде мен олардың қаншалықты маңызды екенін білдім. Сол 3 құпия туралы бүгін айтқым келіп тұр. Ең бірінші зат ол мақсат қою. Көп адам ойлауы мүмкін. Мен арықтау үшін арықтаймын деп ойлап жүрмін, арықтағым келеді деп ойлайсыз. Бірақ ол арықтағыңыз келумен мен арықтаймын деген арасында үлкен айырмашылық бар. Яғни нақты мақсат қою керек. Мақсаттың өзі мен үшін көп бөлімдерден тұрады. Ең бірінші ниетті дұрыстау керек. Яғни сіздің ниетіңіз шынымен де арықтау болу керек. Немесе жай ғана мен арықтағым келеді, арықтаймын деген емес. Мен шынайы ниетпен ішкі жан дүниеңіз сол арықтау деген дүниені қалау керек. Ол кей кезде ниетке дейін жетпеуі мүмкін. Оны ниетке дейін жеткізу үшін нағыз өзіңізге мотивация, нағыз жақсы ниет, немесе нағыз бір мақсат қою үшін кейде өзіңіздің егер арық болсаңыз, бұрын арық болған кезіңіз болса, бала күніңізде, мектеп кезінде, сол кездегі фотоларды қайтадан бір қарап көрсеңіз болады. Яғни фотоларды қарайсыз, мәссаған, мен сондай арық болыппын, қандай керемет, қандай сұлу болғам, және осыны мен қазір де жасағым келеді, дәл осы сияқты мен арық болғым келеді. Солай өзіңге мотивация, немесе ниет, немесе қалау тудырып алуыңызға болады. Және де ең маңыздысы, немесе арық қыздарды көруге болады. Инстаграмда үнемі спортпен шұғылданатын, немесе арық толық болған, бірақ кейін арықтаған қыздарды көрсеңіз, ол да сізге мотивация болады. Және де үнемі сондай қыздарды көрсеңіз, соған деген, сондай болуға деген ниетіңіз, қалауыңыз көбейе түседі. Екіншіден, қашан, қай уақыт, мақсат қоюда уақыт өте маңызды. Егер сіз мен арықтаймын деп жүре берсеңіз, 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл жүре беруіңіз мүмкін. Ал егерде мен осы 1 айдан 2 айдың ішінде осындай салмақта арықтаймын, немесе жарты жылдың ішінде осындай салмақтан осындай салмаққа дейін арықтаймын деген мақсат қойсаңыз, нақты бір уақыт болса сізде, онда мақсатыңыз айқынырақ болады. Және де сіздің жоспарыңыз да соған сәйкес болады. Көп затты соған сәйкестіріп жоспарлай аласыз. Ол өте маңызды. Бірақ арықтау кезінде, уақытқа мән берген кезде, бірден өте қысқа уақыттың ішінде көп салмақ тастаймын деп ешқашанда жоспарламаңыз. Себебі ол біріншіден мүмкін емес болуы мүмкін, екіншіден сіздің денсаулығыңызға зиян болуы мүмкін, үшіншіден арықтауға деген мотивацияңыз сөніп қалады. Яғни сіз ол шынымен де мысалы 1 айдың ішінде 30 килограмм деген мақсат қойсаңыз, оған сіз жете алмайсыз. Егер сіз оған жете алмасаңыз, ары қарай мотивацияңыз сөніп қалады. Мынау мүмкін емес зат екен деп ойлап қалуыңыз мүмкін. Негізінде медициналық тұрғыдан алып қарағанда 0,5 килограммнан 1 килограмм арықтау ол өте жақсы арықтау, салмақ тастау болып табылады. Егерде сіз өте жоғары салмағыңыз бар болса, онда сізде бір отек болатын болса, онда 2 килограмм салмақ тастау максималды түрде, ол да норма. Сондықтан сол бойынша, мысалы 1 айда 4 килограмм тастаймын, немесе 3 килограмм тастаймын десеңіз, ол сізге біріншіден, ең бірінші жетуге мүмкіндік үлкен. 3 килограмм тастауыңыз 1 айдың ішінде жаттығуды
қосып, тамақтануды қосып, басқасын дұрыстап. Екіншіден, ол сізге зиянды емес. Егер сіз бірден көп салмақты тастап тастасаңыз, кейін оны 2 есе қосып алуыңыз мүмкін. Сондықтан бұл өте жақсы, қолайлы тәсіл болып табылады. Яғни сіз ең бірінші ниетіңізді дұрыстадыңыз, екіншіден болатын уақыт, қашан арықтаймын, қай уақытта арықтаймын, қанша килограмм арықтауым керек, осыны жөндеп алдыңыз. Енді үшіншісі ол бізде жоспар құру. Жоспар құру өте маңызды. Егер сізде жоспарыңыз жоқ, жай ғана мен 3 айдың ішінде 9 килограмм или 10 килограмм арықтаймын деп ойлап жүрсеңіз, ол 3 ай қалай өтіп кеткенін білмейсіз. Сондықтан жоспар құруда маңызды дүние. Егер жоспарыңыз жоқ болса, 3 айыңыз өтіп кетеді, и сізге арықтау деген процесс ешқашан жетпейтін, и ешқашан орындалмайтын түс сияқты болып қалады, и арман болып кетеді. Ал шын мәнісінде арықтау ол қатты қиын зат емес, егер барлығын орындасаңыз. Сондықтан жоспар өте маңызды. Жоспар неден құралады? Жоспар ең бірінші сіз салмақ өлшейтін веси сатып алыңыз. Егер бар болса керемет, егер жоқ болса веси сатып аласыз. Салмағыңызды көресіз, салмағыңызды міндетті түрде жоспар қағазға жазылу керек. Менде барлық кезде қағазға жазам. Және де сол қанша уақыт аралығында арықтайтынымды жазам, қанша килограммға. Сосын тағы да не жазам? Арықтау үшін маған қажетті құралдар. Егер тренировка жасайтын болсам, қандай бір гантель бірдеңе керек па, соны жазам. Егер су ішуге өзіме қажетті зат керек болса, соны жазам. Тамақ, жаттығудың уақыты, қанша уақыт жаттығу жасаймын күніне. Және де осының бәрін жазып алғаннан кейін сатып алу керек заттардың тізімін жазам. И өзіме график құрам. Қай уақытта тамақтанам, қандай уақытта тұрам, қандай уақытта жатам, қандай уақытта жаттығу жасаймын, қанша уақыт жасаймын. Осының барлығын жазу. Сол қағазға міндетті түрде ол сізге жоспар қағазға жазылып біткеннен кейін сіз орындау керек деп ойлайсыз. Орындау керек деген миға сигнал барады. Ол сондықтан өте маңызды. Ең бірінші жаңағы мақсат қою деген осы этаптың барлығын істедік. Енді керемет. Енді айтады ғой, ең бірінші затты істесеңіз, одан арғы кейінгі заттар олар оңаймен кетеді. Ең бірінші осының барлығын істеу керек, мен айтқандар. Арға кеттік. Екінші дүние ол бізде ұйқы. Ұйқы арықтау үшін өте ең маңызды дүние. Жаңағы айтқан заттардың барлығын істедіңіз, жоспар құрдыңыз, тамақтану, жаттығу барлығын жасадыңыз, бірақ сіз егер дұрыс уақытында ұйықтамайтын болсаңыз, онда сіздің істеген затыңыздың барлығы текке кетеді. Себебі дұрыс ұйықтау кезінде біздің май жанады. Яғни дұрыс ұйықтайсыз, майыңыз жанады, таңертең салмақ тексерген кезде сіз салмағыңыздың түскенін көресіз. Егер дұрыс ұйықтамайсыз, онда салмағыңыз бір орында қала береді. Ең бірінші, егер сіз дұрыс ұйықтамасаңыз, ағзада не болатыны туралы айтайық. Егер дұрыс ұйықтамасаңыз, ұйқы ол бізде барлық гормональды процесті ретке келтіруші, және де ағзаның демалып, ағза қайтадан өзінің орнына келетін кез, демалатын уақыт. Ұйқы. Егер ағза дұрыс ұйықтамаса, ағза дұрыс орнына қалпына келмесе, ағза да гормональды баланс болмаса, онда сіз арықтамайсыз. Арықтауыңыз өте ұзаққа созылады, немесе арықтамайсыз, біраздан кейін осы дүниеден шаршайсыз. Егер дұрыс ұйықтамау бізге қандай кері әсерін тигізеді? Біріншіден, бізде лептин деген гормон төмендейді. Ол лептин гормоны бізде тоқтық сезім беретін гормон. Егер сіз түнде ұйықтамасаңыз, таңертең үнемі қарныңыз аш сияқты сезім болады. Соның әсерінен тамақ көп жей бастайсыз. Және де сәйкесінше тоқтық гормоны бар. Тоқтық сезім беретін гормон грелинді төмендетіп тастайды дұрыс ұйықтамау. Сол кезде сіз үнемі қарныңыз ашады, бірақ жей бересіз, бірақ ешқашанда тоқтық сезімі болмайтын болады. Үшіншіден, ол бізде кортизолды жоғарылатады. Яғни дұрыс ұйықтамаған кезде бәріміз білеміз, бізде стресс болады, ашуланшақ боламыз. Стресстің өзі ағзаға ары қарай майдың жиналуына, шаршауына, и сіздің айналып келіп қайтадан
көп уақыт бойы көп тамақ ішуіңізге алып келеді. Ұйқы сондықтан дұрыс ұйықтау өте маңызды. Дұрыс ұйықтау деген не? Адам ағзасында адамның ағзасы өзі циркадтық ритм бойынша ұйықтау керек. Яғни ол белгілі бір кеш батқан уақытта, яғни түнгі уақытта ұйықтау керек, және де таң ата бере ояну керек. Ол бізде ең дұрыс кез болады. Сонымен қатар, егер сіз дұрыс сағатта ұйықтап, дұрыс уақытта тұрмасаңыз, сіз егер ұйықтадым деп 12 сағат ұйықтайтын болсаңыз, ол да дұрыс емес. Негізінен адамның үлкен ересек адам 7-ден 8 сағат ұйықтауы ол норма. Одан ары қарай 10 сағат, 12 сағат ұйықтау ол артық. Біріншіден қай кезде ұйықтау керек? 22:00 болған кезде ағза дайындала беру керек. Негізі 22-де ұйықтасаңыз жақсы, яғни кешкі 10-да. Бірақ үлкен қалада ол сағатта ұйықтау қиынырақ. Сондықтан 10 сағаттан бастап ағза дайындалу керек ұйқыға, яғни мен ұйықтаймын деген миға сигнал бару керек. Жұмыстарыңыздың барлығын бітіруіңіз керек ақырындап. Содан кейін ұйықтайтын жеріңізді дайындауыңыз керек. 1 сағат бұрын телефонға қарауды азайтуыңыз керек. Телефонға қарап отырсаңыз, сізде ұйқыңыз бірден келмейді, ұйқыңыз ашылып кетеді. Телефонда азайту керек, барлық ұйқыға дайындалудың барлығын жасау керек. Оны мен келесі видеода айтамын. Ұйқы өте маңызды дедік. Жақсы, осы ұйқы бізде маңызды фазалардан тұрады. Мысалы, терең ұйқы фазасы. Терең ұйқы фазасы бізде 11-ден 2-нің арасы. Осы 11-ден 2-нің арасында ұйықтамасаңыз, демалмасаңыз, онда сіздің ұйқыңыз бос. Жай ғана бостан-босқа уақыт өткізіп жатсыз. Себебі осы уақытта барлық гормондар бөлінеді, барлық организм өзін қайтадан қалпына келтіреді, организм демалады, организм майды жағады. Сондықтан осы уақытта ұйықтамай, басқа уақытта ұйықтағаныңыз ол бос шығын. Яғни қалай дайындаламыз ұйқыға? 21-ден 23 сағат арасында ағзада мелатонин бөлініп бастайды. Яғни адам ұйықтауға, ұйқыңыз келе бастайды. Ұйықтауға осы уақытта дайындала беру керек. Яғни 10 сағаттан бастап ұйқыға дайындалып бастаңыз. Телефон қоюды көріңіз. Телефон көруді тоқтатасыз. Бетіңіздегі макияжды, маска, анамнан барлығын қоя бастайсыз. Жуынасыз, ертеңге дайындық жасайсыз, ұйықтайтын жеріңізді дайындай бастайсыз, және де бөлмені қараңғылай бастайсыз деген сияқты ұйқыға дайындықтың өзі жасалу керек. Оны мүмкін мен келесі видеода айтып беремін толығырақ. Келесісіне кеттік. Келесі ол бізде ең маңызды зат су ішу. Су ішуді көп адам су ішу керек деп өте теріс тәсілде, және де өте көп ішіп қою мүмкін, немесе өте аз ішіп қою мүмкін. Ал су арықтауға өте керекті зат. Арықтауға ғана емес, ары қарай өмір сүруге, өз ағзаңызды жас қылып сақтап қалуға, ағзаңыздағы әртүрлі аурулардың алдын алуға да деп айтсам болады. Су өте маңызды. Сондықтан су ол арықтауға ғана емес, ары қарай жақсы салауатты өмір салтын ұстануға, ары қарай деніңіз сау болуға өте маңызды. Суды қалай ішеміз? Біз килограммына 30 милли деп есептейміз. Яғни, мысалы, сіздің салмағыңыз мысалы, сіздің салмағыңыз 60, оны 30-ға көбейтесіз, сол кезде 1800 шығады. 1800 милли шығады. Яғни 1 литр 800 милли. Осы суды сіз тәулікке бөлуіңіз керек. Таңертең 1 стакан, сосын обед кезінде деген сияқтыға бөліп бір жоспарлап құрып аласыз. Және де суды ішкен кезде түнгі уақытқа дейін жүріп қалып, түнгі 6, 7, 8 кезінде 3 стакан ішіп алу, ондай дүние болуға болмайды. Немесе тамақпен бірге суды ішіп отырады көп адам. Олай да жасауға болмайды. Суды ішудің өзінің тәсілі бар. Мүмкін бұл жайында келесі видеода кеңірек айтамын. Сонымен бүгінгі сіздермен бөлісім келген дүниелермен бөлістім деп ойлаймын. Алда осы айтқан дүниелерге әрбіріне жеке-жеке тоқталып, жеке-жеке ашып айтқым келеді. Сондықтан бұл менде жаңа канал, мені қолдап, subscribe, подписаться етіңіздер, маған лайк басыңыздар, маған комментарий жазыңыздар, себебі маған ол үлкен мотивация береді. Бүгін менімен болғандарыңызға өте қуаныштымын.
егер арықтаймын деп ниет етіп жүрсеңіздер, арықтауға мақсат қойып жатсаңыздар, бұйырса бәрі орындалады. Рахмет, пока.